Сәлем достар, менің атым Мәди, менің каналыма қош келдіңдер. Бұл менің екінші видеоролигім. Бірінші видеороликті көргілерің келсе, астындағы сілтеме арқылы өте аласыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Бүгін біз Pythonның функцияларын қарастырамыз. Олар арқылы Pythonға бағдарлама жазамыз. Print деректерді шығарады. Input жолдық деректерді енгізеді. Int input бүтін және сандық деректерді енгізу. ABS абсолют мәнін есептеу. Кез келген санды оң санға айналдырады. Pow дәрежеге шығару. Pow 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең. Divmod бүтін санды бөлудің бүтін және қалдық бөлігі. Divmod 17-ні 5-ке бөлген кезде 3 бүтін бөлігі 2 қалдығы. Round дөңгелектеу. Round 100-ді 6-ға бөлген кезде 17-ге дейін дөңгелектейді. Бұл функциялар үшін қосымша модульде қосу міндетті емес. Ал енді мынандай есеп шығарайық. Тіктөртбұрыштың қабырғалары берілген. Оның периметрін табыңыз. Периметрінің формуласын периметр тең 2 көбейтілген жақшаның ішінде А қосу Б. Ең бірінші Python программасын ашу үшін пуск менюінен Python IDE ортасының интерфейсіне кіреміз. Міне, осындай терезе ашылады. Жаңа программа құру үшін файл менюінен жаңа файлды ашамыз. А айнымалысының мәнін жазамыз. А тең int input жақшаның ішіне қандай айнымалының мәнін енгізгенімізді білу үшін тырнақшаның ішіне А тең деп жазамыз. Енді дәл осылай Б айнымалысының мәнін жазамыз. Ал енді периметрдің формуласын жазамыз. Периметр тең 2 көбейту А қосу жақшаның ішінде А қосу Б. Астына нені шығаратынымызды жазамыз. Print жақшаның ішіне периметр тең өтір периметр. Ал енді сақтауды ұмытпаймыз. Енді біздің программамыз жұмыс істеу үшін ран батырмасын басамыз. А айнымалының мәнін енгіземіз. Енді Б айнымалының мәнін енгіземіз. 8-ге 5 қосқан кезде 13 шығады. Оны 2-ге көбейткен кезде 26 шығады. Біздің программамыз жұмыс істеп тұр. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сау болыңдар.